Құрметті YouTube арнаға жазылушылар, лайк басушылар, біз сіздермен құтқару, яғни прибытие фантастикалық фильміне аз-кем тоқталамыз. Фильмнің басында жер бетінде әртүрлі нүктелерде ірі жат планеталық кемелер пайда болады. Әлем бойынша дүрбелең мен алаңдаушылық туындайды. Үкіметтік ұйымдар, әскери күштер және қарапайым адамдар не болып жатқанын түсінуге тырысады. Қауіп туралы қауесеттер әлем бойынша белең алады, ал үкімет өкілдері уайым сарсаңға түседі. Профессор Линда Рейс, Эми Адамс, тіл білімі бойынша маман, әскери қызметкерлерден жедел шақыру алады. Оны жат планеталықтардың тілінің құпиясын ашу үшін бас эксперт ретінде тағайындалады. Линда тілдер саласында ерекше қабілетті маман болатын, ол тез арада жинақталып, құпия әскери базаға аттанады. Линда және оның командасы базаға келіп, инопланеталық кемеге кіреді. Кеме өте үлкен органикалық құрылым ретінде көрінеді. Ішінде олар екі жат планеталықпен кездеседі, олар бұл тәрізді формаларда болады. Бұл жаратылыстар күрделі графикалық символдар арқылы байланысады. Линда осы символдарды талдай бастайды, және олардың нақты құрылымы жоқ екенін байқайды. Линда символдардың мағынасын түсінуде қиындықтарға тап болады. Сонымен қатар халықаралық шиеленіс өсіп, кейбір елдер әскери әрекеттерді қарастыруда. Линда инопланеталықтардың тілінің құрылымын зерттеуге назар аударады, және олардың символдары уақытты түсіну жөніндегі күрделі ұғымдарды білдіруі мүмкін екенін түсінеді. Линда жат планеталықтардың тілінің уақытты нелі түрде көрсетуін түсінеді. Бұл оның хабарламаларды дешифрлеуді жеңілдетеді және жат планеталықтардың адамзатқа маңызды хабарлама жеткізу ниетінде екенін біледі. Олар әлемнің бірлігі мен бейбітшілігін жақсарту үшін келген. Линда өз ашылымын әлем лидерлеріне жеткізіп, глобалды соғысты болдырмауға мүмкіндік береді. Жат планеталықтар олардың мақсаты адамзатқа көмек көрсету екенін түсіндіреді. Әлем бейбіт әрі серіктестікке бағытталған жолға түседі. Фильмде Линда өзінің уақыт пен адамзат қатынастарына деген түсінігінің қалай өзгергені туралы ойланып, өз жеке қорқыныштары мен күмәндерін жаңа түсінік арқасында жеңгенін көрсететін соңғы көріністермен аяқталады.
Құрметті YouTube арнаны тамашалаушы асыл жандар, егер кино шолу ұнаса лайк басып, ең бастысы подписация етуді ұмытпайық.